Бүгінгі тақырып жиынтық көрсеткіштер бойынша есептелінетін дүниежүзі елдерінің индекстері мен рейтингі. Бүгінгі тақырыпқа қатысты жаңа терминдер мен түсініктер. Жиынтық көрсеткіштер дегеніміз зерттелетін нысандардың айырмашылықтарын жан-жақты анықтау үшін бірнеше көрсеткіштерді бір шкалада қамтуға мүмкіндік беретін көрсеткіш. Адам дамуының индексі дегеніміз елдерді салыстыру және өмір сүру сауаттылық, білімділік деңгейін және өмір сүру ұзақтығын өлшеу мақсатында есептелетін интегралды көрсеткіш. Ересек тұрғындардың сауаттылық деңгейі дегеніміз елдегі 15 жастан асқан сауатты адамдардың үлесі. Ел тұрғындарының сауаттылық индексі дегеніміз елдегі сауаттылар мен бүкіл халық санының ара қатынасы. Адам дамуының индексі. Бірінші сұрағымыз. Әлеуметтік экономикалық даму қоғамда болып жатқан барлық өзгерістерді қамтиды. Әлем елдері экономикалық және әлеуметтік дамудың әртүрлі сатысында тұр. Ұзақ жылдар бойы материалдық байлық қоғамдағы басты құндылық ретінде саналды. Ал экономикалық өсу қоғам дамуының негізгі көрсеткіштерінің бірі деп есептелетін. Экономикалық өсуге қол жеткізу қоғам дамуына ықпал етіп, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім көлемінің артуы халықтың әл-ауқатын арттырады деген сенім болды. Сол себепті экономикалық өрлеу дамуды қамтамасыз ету құралы ғана емес, дамудың мақсатына айналды. Уақыт өте келе экономикалық өрлеу адам дамуының көрсеткіші бола алмайтын айқын бола бастады. Кейбір дамушы елдердің мәселелерін зерттеу барысында адамдардың қоғамдағы орны елдің экономикалық дамуына байланысты емес екендігі анықталды. Ади көрсеткіші 1990 жылы белгілі пакистандық экономист Махбуб уль Хак жетекшілік еткен экономистер тобы ұсынған болатын. Міне, алдарыңызда тұр Махбуб уль Хак. Бұл пакистандық экономист, яғни осы ади көрсеткішін алғаш ұсынған экономист. Аталған ғалым 1990 жылы Біріккен ұлттар ұйымының жариялаған адам дамуына қатысты алғашқы баяндаманың бастаушысы және авторларының бірі болды. Бұл баяндамада Махбуб уль Хак былай деген: қоғам дамуының басты мақсаты адамның денсаулығына, ұзақ өмір сүруіне жақсы күй кешетінде қолайлы ортаны қалыптастыру деген еді. Бұл тұжырымдаманың жасалуына үнді экономисі Нобель сыйлығының лауреаты Амартья Кумар Сеннің ғылыми еңбектері мен ол жасаған индекстің тұжырымдамалық құрылымы зор үлес қосты. Тұжырымдама авторлары экономикалық тұрақтылық пен жалпы ішкі өнім өсімінің де маңызды екендігін ескерді. Олар адамзаттың тұрақты дамуында аса маңызды болып табылады. Сондықтан ади көрсеткіштерінің бір ретінде халықтың табыс мөлшері алынды. Дегенмен адамдардың өмір сапасы дамудың басты сенімді көрсеткіші ретінде саналады. Қазіргі кезеңде дүние жүзі бойынша бұл көрсеткіштер зерттелетін аумақтағы адам әлеуетінің негізгі сипаттамалары болып есептеледі. Бұл көрсеткіштер Біріккен ұлттар ұйымының ДБ ұсынған арнайы әдістеме бойынша есептеледі. Ади есептеу барысында 3 түрлі көрсеткіш ескеріледі. Ол осы 3 индекстің орташа арифметикалық мәні болып табылады. Бірінші, елдегі күтілетін өмір жасы ұзақтығының индексі. Өмір жасын бағалау. Одан кейін ел халқының сауаттылық деңгейінің индексі, яғни білім берудің орташа ұзақтығы мен күтілетін ұзақтығы индекстері ескеріледі. Табыс индексі одан кейін. Табыс индексі, яғни тұтыну қабілетінің паритеті бойынша ақш долларымен берілген жан басына шаққандағы жиынтық ұлттық өнім арқылы бағаланатын өмір деңгейі. Күтілетін өмір жасының ұзақтығы, яғни келешектегі өмір жасының орташа ұзақтығының көрсеткіші маңызды интегралды демографиялық көрсеткіш. Ол белгілі бір жастағы адамның келешектегі орташа өмір сүру жасын білдіреді және өлім-жітім кездесетіннің қорытынды көрсеткіші болып табылады. Кестесінің. Әдетте күтілетін өмір жасының ұзақтығы ретінде туылған кезек, яғни 0 жастағы
күтілетін өмір жасының ұзақтығы түсіндіріледі. Ғалымдар сауаттылықты адамның одан әрі дамуының іргетасы ретінде қарастырады. Сол себепті ол әдейі есептеудегі басты көрсеткіштердің бірі болып табылады. Статистикада сауаттылық деп адамның күнделікті өміріне қатысты қысқа, қарапайым мәтінді оқи білу, түсіну және жаза білу қабілетін атайды. Арақатынас әдетте пайыз арқылы көрсетіледі. Сауаттылық индексі көбінесе бастауыш білім берудің даму деңгейін сипаттайды. Табыс деңгейі жан басына шаққандағы нақты табыс көлемі мен тұтыну көлеміне негізделеді. Бұл көрсеткіш бір ел ішіндегі тұрғындар топтарының өмір деңгейін, сондай-ақ елдерді өзара салыстыруға мүмкіндік береді. Ол тұтыну қабілетінің паритеті бойынша ақш долларымен берілген жан басына шаққандағы жиынтық ұлттық өнім арқылы бағаланатын өмір деңгейімен өлшенеді. Бұл көрсеткіш арқылы шартты түрде адамдардың белгілі бір уақыт бірлігінде тауарлар мен қызметтерге сұранысының қанағаттандырылу деңгейі өлшенеді. Кейбір зерттеушілер әл-ауқат деңгейі ұғымының өмір деңгейі ұғымына сәйкес келмейтіндігін айтады. Өмір деңгейі неғұрлым кең ұғым болып табылады. Ол жан басына шаққандағы нақты табыс көлемімен ғана емес, адамдардың материалдық және рухани игіліктермен қамтамасыз етілу деңгейімен де сипатталады. Елдердің әдеби көрсеткіштерін салыстыру. Келесі сұрағымыз. Адам дамуының индексі негізінен дамыған, дамушы және нашар дамыған елдер арасындағы айырмашылықтарды анықтау үшін, сонымен қатар экономикалық саясаттың өмір сапасына әсерін бағалау үшін қолданылады. әдеби көрсеткіші бойынша елдер 4 үлкен топқа жіктеледі. Адам дамуының өте жоғары, орташа және төмен деңгейі. 2017 жылы жарияланған Біріккен ұлттар ұйымының ДБ адам дамуы жөніндегі баяндамасында елдердің 2015 жылы деректер негізінде құрастырылған рейтингі берілген. Рейтинг Біріккен ұлттар ұйымына мүше 186 елді, сондай-ақ Сианган, яғни Гонконг және Палестина аумақтарында қамтыған. Жалпы алғанда орташа әлемдік әдеби көрсеткіші 0,694 болған. Есте сақтаймыз. Орташа әлемдік әдеби 0,694. Біріккен ұлттар ұйымына мүше 7 ел деректер жетпегендіктен бұл рейтингке енгізілмеген. Оны 91-ші сурет және 6-шы қосымшадан көре аласыздар. Міне алдарыңызда 91-ші сурет. Бұнда Біріккен ұлттар ұйымына мүше елдердегі әдеби көрсеткіші. Бұл 2017 жылға мәлімет. Яғни әдеби өте жоғары мемлекеттер, картадан көріп тұрғандарыңыздай, бұл өте қою жасыл түспен боялған мемлекеттер. Ол көбіне Батыс Еуропа елдері, Скандинавия түбегінің елдері, одан кейін яғни солтүстік Европа, одан кейін Канада, ақш территориясы, Австралия территориясын сіңген Жапония территориясы, көріп тұрсыздар, өте қою жасыл түспен боялған, яғни бұнда әдеби 0,900 және одан жоғары. Одан кейін 0,800 және 0,849 деген әдеби ашық жасыл түспен боялған. Бұл Ресей территориясы, Сауд Арабиясы елдері, яғни Парсы шығанағы елдері, одан кейін Латын Америкасының, осы оңтүстігіндегі елдер қарап тұрсаңыздар. Яғни барған сайын бара-бара жаңағы ашық жасыл бұл әдебидің төмендеуін көрсетеді. Одан кейін орташа әдеби сары түспен, яғни 0,650 мен 0,699 аралығында. Картадан көріп тұрсыздар сары түстер. Бұл көбіне Шығыс Азия, Оңтүстік Азия елдері, Африканың солтүстігі, Оңтүстік Африка Республикасы, Латын Америкасының осы тұстары, Шығыс Европаның осы бөлігі. Ал енді қызыл және қою қызыл, тіпті қоңыр түске дейінгі елдер, бұл әдеби өте
төмен елдер. Бұл көбіне мына картадан көріп тұрғандарыңыздай Африка елдері, әсіресе Африканың мына Сахара шөлінен төмен қарай орналасқан елдер.